меңіреу-ау, ең бірғанда ауыл елдің амандығын сұрамайсың ба? Ішің жарып келгенде бұл құлағың қайын, ең болмаса ерні қимылдатпайды-ау. Шешем саған талғағанда Құдай біледі, сақау біреудің сарқытын жеген. Сен біздің қатынды білесің ғой, оның оң жаққа түскен соң 4 жыл барып көтерген баласы Төрткүл байында білетін боласың. Оның ең болмаса бала қорықтар ызғары болатұғын. Сен ортаншым Алшынбекті білетін бедің? Ол айналайын өзіме тартқан сол еді ғой. Үй түгел ел билейтін алтын азамат еді ғой. Балалар айтып келуші еді, Тасқараның Төкені есеп шығарғанда содан көшіреді деп. Сөйткен Майбұлақ Төкен қазір совхоз директоры. Жер бетіндегі ешбір жиналыс онсыз өтпейді. Төкен Екеш Төкеннің совхоз директоры болып отырғанда Алшынбегім дүркірей етіп аудан бастығы болып бармайды. Алшынбекпен Тілебалды оқуға келгенде судай ағады. Сүйегі асыл азаматты орыс білмеуші ме еді? Командир қып, айт тұба деп алып қалған болар. Еті асыл мықты азаматтарды әскерге алып қалып, қолынан шыпыт ұстаудан басқа ештеңе келмейтіндерді ауылға қайтарып жіберген болар. Бұл да тықылдатып қоймады-ау. Жарайды, жақсы, мен тұрайын. Соғыста бітті. Аман қалған ер азаматтардың бәрі елге қайтты. Жалғыз Тілебалды жанынан ғана еш хабар жоқ. Мүмкін күдері құрдасым айтқандай, еті пысық болғасын командир қылып майданда алып қалған болар. Солай болса, солай ақ болар. 4 жыл қан кешіп аман қалған боздақтарды 2 көзі 4 болып күтіп отырған ата-аналарына бір көрсетіп алу неге олардың ойына келмеді? Шалау, ана жақтан қарайған атты кісілер көрінеді. Не дейді? Бейуақ жүрген бұл не қылған аттылы? Тегін емес, Тілебалды жан емес пе? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Келіңіздер, төрлетіңіздер. Қанаты бөтін сұңқа жоқ, тұяу бөтін тұлпар жоқ. Тілеу шырақ, өлгенге қайтып өлмек жоқ, өлгенге қайтып келмек жоқ деген бекем бол. Құдайым-ау, бұның да Тілебалдыдан көдері үзгені ме? Ертерек
Меніңше бабаларымыз 7 баласынан айырылғанда жан күйін домбыра мен бебеу күйін тартып жеткізуші еді. Бұл домбыраның бізге ұрпақсыз қалатынымызды айтқысы келгені ме? Шалау, домбыраңды қойып, өлілерге иіс шығарып пісірген жеті шетпектен ауыз тей, дастарханға жақындасаңшы. Біреу келе жатқан секілді. Бұл кім болды екен? Еркек шырағым-ау. Қиқулап ұшқан қырғауыл, бозінгендей боздайын. Шырылдай ұшқан боз торғай, сол айтар деп қояйын. Ақсың қардай зарлайды, бауырынан өлсе баласы. Кепіренде сабырлым, падишада ебірлім, бейтеректей тамырлым, қоңыраулы дауыстым. Есік алды жасқайын, жапырағын баспайын, жоқтаусыз қалай тастаймын. Үлкен еді-ау шаңырақ, шаңырақ қалды-ау қаңырап. Жә, армысыңдар. Қайғының арты қайырлы болсын, арты тек жақсылық болсын. Кебежеден баламды алмаппын-ау. Күйеу жігіт, ерке қыз, мына қырқынан шықпаған жаман немені сендердің арттарынан қара болсын деп әкеліп отырмын. Төрлерімде ұстаймын десеңдер де, есіктерімде ұстаймын десеңдер де, көңіліміз сол баяғыдай. Ниет жақын болғанмен жер шалғай. Бас ауырып, балтыр сыздап дегендей, қасымызда болмасақ та, көзіміз болсын. Рахмет, жеңге. Иісі қандай тәтті еді бұл сәбидің. Ерке қыз, мына кішкентайыңа тіккен көріндігім, әрі көйлегім ала ғой. Ниетіңізге көп рахмет, жеңге. Ал енді жол ұзақ, жер шалғай. Жақсылықта жүздескенше аман жүріңдер. Сай болыңыз, жеңге. Тфәй, тәуба. Жамандықтың арты жақсылық болады деген рас екен-ау, кіл көзің тасқа. Ассалаумағалейкум, баланың бауы берік болсын. Уағалейкум ассалам. Қош келдің, түрлет. Баланың атын кім деп қойдыңдар? Әлі қоймадыңдар. Жоқ, әлі қоймадық. Осыған дейін не деп келдіңдер? Жаман неме дей саламыз. Жаман немесі несі? Атын жақсылық қою керек. Ойпырым, біздің тұқымымызда бұрын соңды бұндай ат болмады. Артымыздан ерген тұяқ бола ма деп отырмыз. Аты тұяқ болсын. Бері әкел баланы. Тфә. Ей, күшік, естимісің? Сенің атың тұяқ. Тілеудің артынан ерген тұяғы бол. Ғұмырың ұзақ, денің сау болсын. Әумин.